Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі автоматтандыру және басқару бөлімі арнайы пән оқытушысы Медиев Нұрдәулет. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз нұсқамаларды жүргізуді тіркеу. Еңбекті қорғау бойынша қызметкерлер үшін нұсқаулықтардың түрлері, оларды жүргізу және рәсімдеу тәртібі, нұсқамалардың барлық түрлерін оқу элементтері деп санауымыз қажет. Нұсқаулық кезінде 1 жылға дейінгі еңбек өтілі бар жұмысшыларға, сондай-ақ үлкен еңбек өтілі бар тәжірибелі жұмысшыларға ерекше көңіл бөлуіміз қажет. Өткізу сипаты мен уақытына қарай нұсқаулықтар бөлінеді. Кіріспе нұсқаулықтар жұмыс орнындағы бастапқы, қайта, жоспардан тыс, мақсатты болып 5-ке бөлінеді. Кіріспе нұсқаулық. Кіріспе нұсқауды еңбек қауіпсіздігі бойынша инженер немесе бұл міндеттер жүктелген тұрға жүргізеді. Ол жаңадан қабылданған барлық жұмысшылармен, олардың біліміне, осы кәсіп немесе лауазым бойынша жұмыс өтіліне қарамастан, уақытша қызметкерлермен іс-сапарға жіберілген, өндірістік оқуға немесе тәжірибеге келген студенттермен, сондай-ақ оқу орындарында оқушылармен жүргізеді. Кіріспе нұсқама жүргізу туралы кіріспе нұсқаманы тіркеу журналына нұсқама алушының немесе нұсқама берушінің міндетті түрде қолы қойылады. Сондай-ақ жұмысқа қабылдау туралы құжатта немесе бақылау парағында жазба жасалады. Оқушылармен кіріспе нұсқама жүргізуді оқу жұмысын есепке алу журналында тіркейді. Бастапқы нұсқаулық. Еңбекті қорғау бойынша жұмыс орнындағы алғашқы нұсқаулықты өндірістік қызмет басталғанға дейін еңбекті қорғау бойынша жеке мамандықтар немесе жұмыс түрлеріне әзірленген нұсқаулар бойынша жұмыстардың тікелей басшысы өткізеді. Жұмысқа жаңадан қабылданған және басқа бөлімшелерге ауыстырылған барлық қызметкерлермен, мекеме аумағында құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізуші құрылысшылармен, өндірістік оқуға немесе практикаға келген студенттермен және оқушылармен жұмыстың жаңа түрлерін орындау алдында, сондай-ақ оқу зертханаларында, сыныптарда, шеберханаларда практикалық сабақ өткізу кезінде әрбір жаңа тақырыпты оқу алдында, жабдыққа қызмет көрсетумен, сынаумен, баптаумен және жөндеумен, құрал-сайманды пайдаланумен, шикізат пен материалдарды сақтаумен және пайдаланумен байланысты емес тұлғалар алғашқы нұсқаулықтан өтпейді. Қайталама нұсқау. Жұмыс орындағы алғашқы нұсқамадан босатылған адамдарды қоспағанда, олардың біліктілігіне, біліміне және кемінде 6 айдан кейін жұмыс өтіліне қарамастан барлық жұмыс істейтіндер қайта нұсқамадан өтеді. Оны еңбек қорғау жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды білуін тексеру мақсатында, сондай-ақ жеке немесе бір кәсіп қызметкерлерінің тобымен бригаданың жұмыс орнындағы нұсқаулық бағдарламасы бойынша білімін арттыру мақсатында жүргізеді. Тиісті мемлекеттік қадағалау органдарының келісімі бойынша қызметкерлердің кейбір санаттары үшін қайта нұсқаудан өту неғұрлым ұзақ 1 жылға дейін ұзақ белгіленуі мүмкін. Қайта нұсқаулық жұмыс орнында алғашқы нұсқаулық бағдарламалары бойынша жүргізіледі. Жоспардан тыс нұсқаулық. Жоспардан тыс нұсқаулық енгізіледі. Жаңа немесе қайта өңделген стандарттарды, ережелерді, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды, сондай-ақ оларға өзгерістерді енгізу кезінде еңбек қауіпсіздігіне әсер ететін жабдықты, құрылғылар мен құралдарды, бастапқы шикізатты, материалдарды және де басқа да факторларды өзгерту, технологиялық процесс, ауыстыру немесе жаңғырту кезінде. Жұмыс берушілер мен оқушылар жарақаттануға, аварияға, жарылысқа немесе өртке, улануға әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін еңбек қауіпсіздігі талаптарын бұзған жағдайда. Қадағалау органдарының талабы бойынша жұмыста үзіліс кезінде еңбек қауіпсіздігін қосымша талаптары қойылатын жұмыстар үшін 30 күнтізбелік күннен астам, ал қалған жұмыстар үшін 2 айдан астам. Жоспардан тыс нұсқама жеке немесе бір кәсіптегі қызметкерлер тобымен жүргізіледі. Нұсқаманың көлемі мен мазмұнын әрбір нақты жағдайда оны өткізу қажеттілігін тудырған себептерге немесе жағдайларға байланысты анықтайды. Жоспардан тыс нұсқаманы тікелей жұмыс басшысы, оқытушы, шебер жүргізеді. Мақсатты нұсқаулық.
мақсатты нұсқаулық жүргізіледі. Мамандық бойынша қызметкердің тікелей міндеттерімен байланысты емес, бір жолғы жұмыстарды орындау кезінде, мысалға тиеу, түсіру, аумақты жинау, кәсіпорын, цехта, мысалы тағы да басқа тыс бір жолғы жұмыстарды айтуымызға болады. Аварияның, дүлей апаттардың салдарын жою, наряд, рұқсат және басқа да құжаттар рәсімделетін жұмыстарды жүргізу кезінде мақсатты нұсқаулық тікелей жұмыс жетекшісімен жүргізіледі және нұсқаулық журналда қажетті жағдайларда наряд рұқсатта жазылады.